Баяғыда мына қара кесекте бір Күшікбай деген бай болыпты. Заманында Атымтай Жомарт сияқты қолының ашықтығымен, мырзалығымен аты шыққан адам екен. Сабыт ұйыған аяғын созып сәл отырды. Талай адамды тізгінге жеткізіпті. Талайдың басына үй тігіп, алдына мал, қазанына ас салып беріпті. Сөйткен Күшікбайдың жалғыз ұлы өледі ғой. Сонда Күшікбай налыған дейді: бұл Құдайға не жаздым? Қаріп пен қасірге мендей шарапат қылған адам бар ма еді? Қай қылығымнан тарттым? Қой, Құдайда әділет жоқ екен, одан да өлейін депті. Ауылдың адамдары у ішіп өлмесін деп удың бәрін тығып тастапты. Бауыздалы бөлмек болыпты. Туыстары темір біткеннің бәрін тығып тастапты. Енді аштан өлем деп теріс қарап жатты дейді. Жанына қазы қарта жал жая қояды, біріне қарамапты. Ақырында Байекең сарқайып, шынында да өлім аузына барған дейді. Енді не істейміз деп жұрт сасады. Ақырында жан білетін біреу Байекеңді бір сейілтсе, Тәттімбет сейілтеді дейді. Сонымен Тәттімбетті қос аттап алдырады. Тәттімбет қылшылдаған жас кезі екен. Табалдырыққа отыра сала домбырасын шерткен дейді. 2 күн отырып қанша күй толғаған, жиыны 62 күй болыпты. Ақырында Күшікбай көздің жасы бұлақтың суындай болып ағып, қайғы шері тарқап, орнынан тұрыпты. Бұл өзі ұзақ күй, әлденеше тарау. Табалдырық қосбасар, зар қосбасар, жайсары қосбасар болып салаланып кете береді. Арқада осы 62 күйді бұзбай толық тартқан шеберлер болыпты. Ал мына естігендерің сол күйдің соңғысы қырмызы қосбасар. Сабыт аяғын жиып қайтадан малдас құрып отырды. Таласбек Әсемқұлов, Талтүс романынан.